саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге видеода көріп тұрғандарыңыздай қуырылған бауыр мен алманы жасап көрсетемін. Бұл запеченный яблоко дейді. Соның рецептісімен қалай жасалу жолымен сіздерге бөлісемін. Міне бірінші біздерге пияз керек. Пиязды осылай турап аламыз да қуырамыз. Ол әзірше қуырылғанша біз тазалап бауырымызды дайындаймыз. Бәр керек емес жерлерін алып тастап, пленкасын алып тастап, осылай етіп кесем де ұнға араластырамын. Ұнға араластырып кесіп өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай сәл үлкен етіп, сәл кішкентай етіп кесулеріңізге болады. Бірақ қалыңдығын өте жұқа етіп, өте қалың етіп керегі жоқ. Міне біздің пиязымыз дайын. Ол қуырылып болған осындай қызғылт түске келген пиязды тарелкаға салып қоямыз. Әзірше бұл ыдысқа жуып алдым да, осы ыдысқа мен қайтадан сармай салдым. Пияздың қуырылған майдың үстіне сала берсек, біздің қуыратын алмамыздың түсі өзгеріп кетеді. Болмаса басқа сковородка алып жасай беруіңізге болады. Міне сармайға осындай етіп, долька етіп кесіп алып, алманы қуырамыз. Өте тәтті алма емес, сәл қышқылдау алма болса да жақсы. Бірінші бетін 3-4 минут қуырамыз. Ол сәл қызара келген кезде екінші бетіне алмастырамыз. Екінші бетіне ауыстырамыз осылай. 4 минут, 5 минуттан артық керегі жоқ. Өте жұмсақ алма болмайды. Енді бетіне корица себеміз. Корицаны сіздердің қалауларыңыз бойынша корица салмасаңыздар да болады. Бірақ корицамен иісі деген өте күшті болып үйдің ішін алып кетеді. Менің отбасыма корицамен алма ұнайды. Сондықтан мен корица саламын. Міне осындай өзі корица салғанда түсі де өзгереді, әдемі болып, дәмі де өзгереді. Енді біздің алмамыз дайын, оны аламыз. Сковородкадан алып, тарелкаға салып қоямыз да. Енді біз бұл сковородкаға осы майдың үстіне бауырымызды қуырамыз. Осылай кесіп алған бауырды ұнға араластырған, бір-бірден салып, осылай бір қабат етіп, бәрін қуыруға дайындаймыз. Бірін-біріне өте жақын етіп сала беруге болады. Тек қатты жабыспас үшін бірінші 1-2 минуттан кейін арасын осылай ашып, тағы да симай жатса, арасына салып жіберуіңізге болады. Тағы да енді осы бауырды мен бетін жауып 5 минутқа қойып қоям. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздерге жаңа хабарлама келіп тұру үшін жанындағы қоңырауды басыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Егер де түсініксіз жері болса, пікірде міндетті түрде сұраңыздар, мен сіздерге жауап беремін. Сіздерге пікір қалдыру, лайк басу уақыт алмайды, ал ол менің каналымды дамытуға көмектеседі. Міне бірінші беті дайын, енді келесі бетіне ауыстырамыз. Көп тұрудың керегі жоқ. 4 минут, 5 минуттан артық қоймаймыз. Бауыр қатып кетсе тәтті болмайды. Міне енді тұздаймыз және өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай қарабұрыш себеміз. Қарабұрышты ұнатпасаңыздар, азырақ, болмаса тіпті сеппесеңіздер де болады. Келесі бетін енді ауыстырғаннан кейін бұндай көп тұрмайды, 3 минуттайда дайын болады. Келесі мына 1-2 минут тұрғаннан кейін және осылай жаңа қуырған пиязымызды бетіне саламыз және сармай саламыз. Қуырған пиязды бетіне, астына керек жоқ, астына болса бұл пиязымыз тағы да күйіп кетеді. Осының бетіне сармай саламыз. Сармайды салып, қақпағын жауып 1-2 минут қойып қоямыз. Астын өте жай басып қоясыздар. Тағы да айтам, бауырдың қатып кетпеуі керек. Қатып кеткен бауыр сіздерде дәмді болмайды. Бауырдың біздің ағзамызға пайдалы екенін бәріміз де білеміз. Әсіресе қазіргі ораза кезінде өте жеңіл тамақ және тез жасалынатын тамақ. Сіздердің балдарыңызға ұнамауы мүмкін негізінде бауыр, ал осы жолмен жасасаңыздар, бәріне де ұнайтынына мен сенімдімін. Менімен бірге видеоның ақырына шейін болғандарыңызға рахмет.
сіздермен болған әдеттегідей үміткен.